құрметті оқушылар, барлығымыз асханадан тамақтарымызды жеп келдік, иә? Енді сабаққа дұрыс қатысайық, иә? Жақсы. Армысыздар, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Бүгінгі мына 16 желтоқсан тәуелсіздігімізге 36 жыл, иә? Сондықтан біз ашық сабақ өтіп жатырмыз. Енді бұл ашық сабақты бастамас бұрын барлығымыз мемлекетіміздің әнұранын айтсақ. Кәне бәріміз орнымыздан тұрайық. Сендер оқушылар мектепте сыныпта отырасыңдар, иә? Президентіміздің жұмыс орны бұл орта екен. Жақсы. Енді сендер біздің мемлекетіміздің рәміздерін білуге міндеттісіңдер, иә? Мынау біздің мемлекеттің туы. Ал мынау біздің мемлекеттің және әр елдің өзінің әнұраны бар, иә? Сондықтан да біздің еліміздің өзіміздің әнұранымыз бар, иә? Жақсы. Керемет, сендер барлығын біледі екенсіңдер. Ендеше балалар, бері қараймыз. Тәуелсіздік қасиеттің құнары, тәуелсіздік жарқыраған шынары, тәуелсіздік бар бақыттың бастауы, тәуелсіздік ұлттың менен ұранын дей отыра, кезекті біз бірінші топтың оқушыларына берсек, өздерінің жаттауларын бізге айтса. Кәне, орнымыздан тұрамыз. Бірінші топ, қалғандар тұрамыз. Бірінші топтан жаттауды кім бастап? Кім бастайды? Аңсардан бастайық, иә? Аңсар. Айта ғой. Ұмытып қалыпты, иә? Кішкене дайындалып тұрсын. Онда Алиханнан сұрайды. Қасқалдықтар қаным бар, мұзторғайдай заным бар. Қалам деген алыңдар, қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, еркек тоқты құрбандық, атам деген атым бар. 20 жыл азаттық, өзімізді құрсаудан да босаттық. Ақтадық біз ата-баба үмітін, болды қазір көктіңменен бостандық. Тәуелсіздік томарым, бәйтерек ұшырам, мерейін өсіріп, менде шыңға шығам. Оқушылар, ендеше, өсер елдің қай сәтте де бірлік болмақ қалауы, лаула желтоқсанның мұзда жанған қалауы. Өздеріңдей бір намысты жас өркені бар еді, ешқашанда еңкеуге тиіс емес жалауы. Енді балалар, сендерге мен тапсырмада айтып келген болатынмын, сол тапсырмаға кезек берейік, иә? Бұл жақта біздің мемлекеттік рәміздеріміз қиылып қалған екен. Осы рәміздерді бізге құрастыру керек. Бірінші топқа мен мына мемлекеттік гимнді берем, иә? Олар осы жерде мемлекеттік гимнді құрастыру керек. Мына жаққа қояйын. Қазір мен баста деп айтамын, сол кезде бәріміз бастаймыз, иә? Ал екінші қатарға мен мемлекетіміздің елтаңбасын берейін. Елтаңбасына міне осылай бөлініп қалған. Осыны оқушылар өздері құрастыру керек, иә? Мына жаққа қоямын. Қазір сендерге бастаймыз. Және келесі үшінші топқа мен мемлекетіміздің туын берем. Яғни бұл да қиылып қалған. Қиылып қалған осыны жасауымыз керек. Ал балалар дәміз балалар. Aula.
қой. Ендеше топтар дайын болса, топ басшылары шығып таныстырсын. Бірінші топтан бізде кім? Айлин, Айлин шыға ғой. Екінші топтан бізде кім? Ағарке, келем. Үшінші топ? Диас, келем. Келді, тақтаға шығыңдар, өздерінің істеген заттарыңды алып шығыңдар, топпен істеген. Қазір таныстырасыңдар, иә? Жақсы, ал Айлин сөз кезегі өзіңде көрсетіп тұр. Айта ғой. Қазақстан Республикасының мемлекетті Несі? әнұраны. Жақсы. Бірінші топ дұрыс жасады ма екен, кәне? Алтын күн бірінші, екінші қайырмасы, екінші шумағы және қайырмасы. Дұрыс жасаған екен. Кәне бірінші шапалақ ұрып қояйық. Екінші топ бізде, Ағаркенің тобы. Олар біздің мемлекетіміздің несін жасады? Естімедім. Елтаңбасы. Қазақстан Иә, республикасының елтаңбасы. Жақсы, кәне дұрыс жасады ма екен, көрейік. Қазақстан жазу шығып тұр, звездочкасы бар. Жақсы, жарайсыңдар. Екінші топқа шапалақ. Үшінші топ бізде. Бұл не? Мемлекеттің туы. Енді мен қарап тұрсам, Диастың суреті дұрыс емес сияқты. Үшінші қатарды. Мына суретпен мына суретті салыстырайық. Диас мынаны керісінше жақсылық қойды, иә? Есептейміз ба? Есептейміз, иә? Мына жаққа тапсыру керек. Ол өзі біліп тұр ғой, иә? Өзінің жаңағы дұрыс емес жасағанын біліп тұр. Жақсы, сонда да біздің балалар өздері тырысты ғой, сондықтан бәріне не істейміз? Сендерді құттықтаймын. Ендеше біз екінші қатардың, мына екінші топтың жаттауларын сұрасақ, иә? Кәне орнымыздан тұрамыз, екінші топ. Бірінші бізде Ағарке бастаймыз. Бабамның да арманы осы еді ғой аңсаған тәуелсіздік таңдары бақ береді баршаға. Жарайсың, келесі. Тәуелсіздік мерекесі халқымыз әрқашан кетпесін, туған жердің берекесі. Жақын дайын. Бақтыңыз кеден көлемді, құттықтаймын бәріңді, елең ала елінде. Байтақ қазақ жерінде. Сұрамыз. Азат рухымен шын сүйемін, тәуелсіз жалғыз киемін. Жақсы күнге жете алмай шахид болған, желтоқсан құрбанына басым деймін. Дей отыра, біз өзіміздің сұрақтар кезегіне жол тапсақ. Енді маған бірінші топтан бір оқушы орнынан тұрса. Кім? Алихан, орнынан тұрамыз. Алиханға сұрақ, біз қай мемлекетте тұрамыз? Қазақстанда тұрамыз. Жақсы, отырамыз. Келесі екінші топтан айта ғой, Алдияр орнымыздан тұрамыз. Кәне, мемлекетіміздің астанасы қай қала? Айтпаймыз. Алматы? Алматыда тұрамыз ба бұл? Мемлекетіміздің астанасы қай қала? Мемлекетіміздің астанасы қай қала? Жоқ. Астанасы қаласы. Нұрсұлтан қаласы емес па? Ұмытып қалдық па? Жарайды, енді есімізде сақтаймыз ба? Жақсы. Ендеше келесі сұрақты мен Әмірге бергім келіп тұр. Әмір, орнымыздан тұрамыз. Келесі сұрақ, мемлекетіміздің рәміздеріне не жатады? Мемлекетіміздің рәміздеріне туы жатады, ел таңбасы және әнұраны жатады. Жақсы, отыра ғой. Енді келесі сұрақ мен қойғым келіп тұр Асылжанға. Асылжан, орнымыздан тұрамыз. Біздің мемлекетіміздің
сізді келмұрат, жас ұрпақтың болашақ, үй алады беріксен, бағымызға жол ашар. Келесі. Сол кездегі сәбим туды мүше жас қылда. Қарайлы сағын тұрған талай жылда талайлы. Біз барлық қатардың өзінің жаттауларының бәрін тыңдадық, иә? Енді менде тағы бір тапсырмалар бар. Мен сіздерге мына парақты таратып беретін боламын. Біздің мына бос бетіне біздің мемлекетіміздің туының суретін салу керек. Және астында сызықтар тұр, иә? Осы сызықтарға өзіміздің тілегімізді жазамыз. Түсінікті ма? Кәне, бірінші қатарға таратып берейін тездетіп. Бар, Ерасыл. Жақсы оқушылар жазбадыңыз ба? Тілекте жазамыз, иә? Мен отанымды жақсы көремін. Мен Қазақстанда тұрамын, иә? Жазуға Айбар жақсы. Абыркеп, тіл жаза дүнген күшті болды. Мен отанымды сүйемін. Мен Қазақстанда тұрамын.